Армысыздар қымбатты әріптестер, бүгінгі шеберлік сыныпқа қош келдіңіздер. Енді ең бірінші бір-бірімізбен сәлемдесіп алайық, иә? Олай болса, иық тіресіп отырған көршілеріңізге бұрылып, дәл сіздің менің көршім болғанына өте қуаныштымын деп қойыңыздар. Жақсы, тамаша. Енді қарама-қарсы отырған көршіңізге жұдырық тірестіріп амандасып қойыңыздар. Тамаша. Олай болса, бүгінгі шеберлік сыныбымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі шеберлік сыныбының тақырыбы Қанипа Бітібаеваның инновациялық технологиялар арқылы қазақ әдебиетін оқыту. Олай болса, қымбатты әріптестер, экранға назар аударсаңыздар, экранда бір сұрақ берілген. Қазақ әдебиетін білім алушылардың сүйікті пәніне айналдыру үшін не істеу керек? Осы сұраққа біраз ойланып жауап іздеп көрсек. Мен сіздерге ой тастап отырмын. Сұрақ. Қазақ әдебиетін білім алушылардың сүйікті пәніне айналдыру үшін не істеу керек? Жақсы, рахмет. Бірнеше әдіс тәсілдерін ұсынып отырсыздар, сіздерге алғысымды білдіремін. Енді келесі бір сұрақ. Бұл сұрақ Қанипа Бітібаеваның қай оқыту технологиясына сәйкес қойылып отыр? Алдарыңызда Қанипа Бітібаеваның ұсынған 9 технологиясының тізімін көріп отырсыздар. Сол тізім бойынша мына сұрақ қай технологияға келетінін іздеп көрсеңіздер. Дәл осы сұрақ. Дұрыс айтасыздар. Қазір жауабын көресіздер. Проблемалық оқыту технологиясы. Біздің Хан апамыз осы проблемалық оқыту технологиясын керемет бір технологиялардың бірі деп көрсеткен. Тіпті ол оның 3 басты қағидасын ұсынып кеткен екен. Ең бірінші қағидасы білімді проблема негізінде баяндау керек деп айтқан. Екінші қағидасы оқушыларды іздену, зерттеу іс-әрекетіне баулу керек деген. Және үшінші қағидасы оқытудың зерттеу әдісін біз ұсынуымыз керек деп кеткен. Енді осындай қазақ әдебиетіне еңбегін сіңірген еліміздің керемет бір ұстазы туралы бір естелік айтып кетсем деймін. Суретте көріп отырсыздар, еліміздің басты 2 педагогы бұл Құмаш Нұрғалиев пен Қанипа Бітібаева. Құмаш Нұрғалиевті бұл жерге суретін қойып тұрғаным, кезінде біздің Хан апамыз облыстық семинарға қатысады. Облыстық семинарда ол өзінің ашық сабағын береді. Хан апамыздың алдында 40 шақты оқушы болды. Сол сабаққа Құмаш Нұрғалиев қатысады. Қатысып болып сабақ аяқталған кезде аяғын селтіп басып, Хан апамыздың қасына келіп маңдайынан сүйеді. Дәл осындай сабақ мен бұрын соңды көрмеппін. Рахмет дейді. Сіз керемет ұстазсыз деген екен. Конструктор жобалау технологиясы деген, міне, конструктор жобалау технологиясы біз 8 тақырыпқа бөліп отырмыз, 8 оқу мақсатынан шығып тұр. Бұл конструктор жобалау технологиясы осылай бөлінгеннен кейін, бұл парақ әрбір оқушыға таратып беріледі бірінші сабақта. Әрбір оқушыға таратып берілген парақты оқушы, мысалы бізге 8 сағат берілсе, 2 ай бойы осы парақ оның дәптерінің арасында жүреді. Осы тақырыптарды, бірақ енді мына жерге тақырыптарға келгенде, оқушылар өздері топталады әр модельге. Мысалы, талдау моделіне 3 оқушы жиналады, сипаттау моделіне 3 оқушы, кластерге 2 оқушы, күрделілігіне байланысты, мысалы бір сыныпта 28 оқушы болса, 28 оқушыға 8 тақырып топтық жоба ретінде бөлініп беріледі. Бұл конструкторлық жобалау технологиясының бірден бір құндылығы бізге беретіні. Бұл тақырыпты біз жан-жақты зерделеп, оқушылар конструктор арқылы, жаңа конструкторды білесіздер ме, құрастыратын сияқты. Жан-жақты зерттеу арқылы біз осы тақырыптың
мақсатымызға жетеміз. Жаңа 8 оқу мақсаты беріп, 8 оқу мақсатын түгел сынып қолданып шығады. Міне мына жерде қараңыздар, осыдан шығатыны, міне тақырыптар шығады, модель түрі, Бітібаеваның бойынша сабақ түрі, билер кеңесі, консилиум, сөз жарғысы, өнер жарғысы, жобалар сайысы, билер кеңесінің отырысы болып бөлінгеннен кейін, мына жерге жұмыс түрлері қарап отырсаңыздар, кейбір топтар сөз жұмбақ топтардың стратегиясын қолданса, кейбір жоба қорғайды. Кейбіреу мысалы жоба қор конференция ғылыми жобаға ауысады. Сонда бір жұмыстың өзі біз 30 шақты ауқымды үлкен жұмысты біз алып шығады екенбіз. Конструкторлық жобалау технологиясы мен қолданып жүргеніме осы 2 жыл болды, толық 2 жыл болды. 2 жылда жаңа үлкен жеміс беріп жатыр. Өте керемет жоба. Енді фанфик әдісі. Фанфик әдісін өзінің сабағында үнемі қолданатын ұстаз бар ма? Фанфик. Wi-Fi. Фанфик. Екі мұғалім үшеуі байланыс орнатып отыр. Тағы да Wi-Fi-ға өтіп. Жақсы, рахмет түсіріңіздер. Фанфик әдісі біз көбінесе қазақ әдебиеті сабағында қолданамыз. Фанфик мына жердегі технологиялардың ішіндегі шығармашылық жұмыстар технологиясының ішіндегі бір үлкен керемет әдістің бірі. Хан апамыз технология туралы бір керемет түсініктеме беріп кеткен. Технология дегеніміз не дегенде Хан апамызға жауап берген. Технология дегеніміз белгілі тақырыптың мақсатына жету жолындағы үлкен даңғыл жол деп айтқан екен. Яғни осы бір технология сыртында болғанмен, оның ішінде 50-100 әдіс болуы мүмкін. Осы фанфик әдісі шығармашылық жұмыстар технологиясының ішіндегі керемет әдіс. Енді қазір келесі тапсырма фанфиктің жаңа ережелесін оқып отырсыздар. Яғни бұл жерде бір шығарманы аласыздар да, бір эпизодын таңдайсыздар, ол жерде кейіпкердің іс-әрекетін дамытасыздар, сюжетін дамытасыздар, кейіпкерлерді салыстырасыздар. Және фанфиктің тағы да бір ерекшелігі шығарманың атауы, мысалы күй аңызы болса, соны аллитерация немесе ассонанс қайталау түрлерін қолдану арқылы сіздер оның тақырыбын өзгерте аласыздар. Енді қазір бір жұмыс жасап көрсек, кез келген 5-ші сынып пен 11-ші сынып арасындағы әдеби шығарманың тақырыбын алып, соған фанфик құрастырып көрейікші, фанфиктің тақырыбын өзгертіп көрейікші. Аллитерация немесе ассонанс кілең дауысты дыбыстан басталады, немесе кілең дауыссыз дыбыстан басталатын бір атау жазып көрейікші. Кез келген 5 пен 11-ші сынып арасында кез келген шығарманы алып. Сахналық 8-ші сынып болатын, 8-ші сыныбындағы фанфик жұмыстары мына жердегі. Бақытсыз Жамалды кілең ассонанспен өзгертіп, ер бала деп ойлап кеткен бұл қызды, ер туды жареткен қара қызды, еркелетіп өсірген бірегей, ер Жамалдың өмірі мұңға толы деп өзгерткен. Яғни қарама-қарсы отырған жұртпен жұмыс істеңіздерші, қарама-қарсы. Ассонанс немесе аллитерация қолданылады. Wi-Fi тоқтықтары туралы біледі. Құрметті әріптестер, оқыңызшы. Жартаспенен қақтығысып, жаңа қызға көз салады. Қымбатты әріптестер, фанфик туралы біраз сөз айтып кетейінші. Фанфикті кез келген әдеби шығарма оқығаннан кейін соңғы сабағындағы оқушыларға беріңіздер. Бұл өте қызық, мен фанфик әдісін балалар кәдімгідей жазады. Фанфик бұл әлем бойынша қазір ең керемет әдістердің бірі. Яғни Европада, Америкада фанфик
еңбек әдіс арқылы белгілі бірдей бір шығарманы өзгертеді екен. Сондықтан памфикте оқушылар үшін өте памфик өзгерту қол өзгерту. Яғни мысалы бір эпизодын аласыз, бір эпизодын балалар алады да сол эпизодын ары қарай дамытады. Бірақ міндетті түрде памфиктің ішінде монолог болу керек, немесе диалог болу керек. Ол міндетті, және памфиктің тақырыбы аллитерация, ассонанспен өзгеру керек. Кейіпкерді дамытады. Монолог болады, немесе диалог ретінде дамытады. Жаңағы оқушыға ол өте бір қызық әдістердің бірі болып саналады. Яғни, жоқ болдыңыз ғой сізді жасадыңыз. Яғни құрметті әріптестер, келесі менің әріптесім жалғастырады. Başlıkta oturup cana koyma videolarımız boyunca biraz kılesiniz. Оқушылар, сіздер көрген осы тәжірибе алмасу алаңына жиналып отырған сәбиіміздің ең бір кейіпкері, басты кейіпкері Қайырхан апайымыздың технологиясының ішіндегі әдеби қонақжай деген тәсіл. Яғни әдеби қонақжай деген тәсіл бұл жаңағы оқушылардың әбден біз жалпы Қалима Бідібайованың жобасын бастаған кезде біз қолға алынған сөзіміз осы әдебиет оқыту әдісімен оқушылар неге бастаған екен, қай жерден алсам екен деген кезде осы әдеби қонақжай деген маған тәсіл керемет әсер етті. Яғни бағанада өздеріңіз естідіңіздер, ол кісі драмалық шығармаларды қойып, ауылға ең алғаш театрға апарған осы кісі деп айтқан болатын. Мен осының алдында осы бойынша жұмыс жасадым. Яғни әдеби қонақжай деген бұның басқалардан сұхбаттар ерекшелігі басқа келеді. Яғни қонаққа келеді кейіпкерлер, ал кейіпкерлер келу үшін оларға сценарий жазады. Бірінші. Яғни кез келген шығарманы оқығаннан кейін мен балаларға тапсырма беремін, маған сценарий жазады. Сценарий жазады. Сценарий жазған ол кейіпкерлердің аты аталмайды. Ол шығарманың кейіпкерінің авторы аталмайды. Яғни бүгін қонақжай, бүгін әдеби қонақжай келеді, отырады, қонақтар келеді. Олар бір-бірімен сөйлескенде бірінші бұл жерде сұхбат беруші адамдар қонақжайлы жаңа келеді, өздерінің мекенін таныстырмайды. Яғни өздерінің басынан өткен оқиғаны айтады. Яғни оқиғаны айтқаннан кейін екінші отырған сіз жаңағы қараш оқиғасындағы бақытты емессіз бе деген сияқты көрдіңіздер ме? Сіздер айтады, сіз жаңағы тауырша қатып қалған нар берген естемесіз ғой деп айтып жатыр. Яғни бұл жердегі қонақжай әдеби қонақжайдың ең бір жақсы нәрсе балаларда осы Бідібайованың технологиясының ішіндегі жаңағы
сценарий құрастыру деген тәсіл бар екен, иә? Осы әдебиетте. Енді әдебиетте сценарий құрастырудағы ең бірінші нәрсе, бірінші шығарманың мазмұнын толық оқымайынша жаңа сценарий құрастыру мүмкін емес, иә? Ал енді өздеріңіз білесіздер, әдебиет кез келген шығармасын не істеуге болады? Сценарий құрастыруға болады. Міне осы жобаның бастадым да, қазір мен сіздерге осы бойынша берейін, яғни қазір дайын сценарий беремін, біздің оқушылардың жасаған сценарий беремін. Оның ішінде рөлдер ауысып кеткендер. Қазір байқайсыздар енді қарастырып екінші қатысма сценарий бойынша оқиғалар ретімен орналастыру. Яғни бұл жерде оқиғалар реті ауысып кеткен бәрі. Енді сіздер ол күйші поэмасы бойынша 8-9 кластар бойынша берген, жаңағы ұлпан бойынша берген. Осы бойынша сіздер қазір шолып қарап шықса болады. Яғни бір топқа бір тапсырма бересіз. Кімдерді көресіздер? Мына сөзін оқисыздар. Жақсы болдыңыздар ма? Тамаша. Рахмет сіздерге. Ал енді маған қарап жатсыздар сіздер. Міне сіздер қазір алдарыңызда дайын сценарийлер тұр. Енді сіздер ойлап отырсыздар, дайын сценарийдің баланы ары қарай шығарманы оқуға қандай мүмкіндік бар, қандай бір жағдай әсер етеді? Міне ол ең басты әсер етеді. Яғни мен жақсы оқитын бала болып қазір, иә, осы сценаристар мен деп айтамын. Асхат Дайновтен дәріс алғандарымыз бар. Сол білесіздер ма, кітабы интернет сен дәріс берген кітаптар жасасып қате келеді. Мен айтамын, балалар, мына жерде қате бар. Осы қатені түзетіңдер дейді. Ал сонда екінші оқымай келген шығарманы оқымаған бала ана қатені табу жоқ. Қазақтың қанында бар, біреудің қатесін таппай жақсы көреді. Ал бүкіл шығарманы оқып, ана ішінде кейіпкердің сөзін де орындап қояды. Ана оқиғаны да орындап қояды. Яғни сахналық қойылым арқылы осы сценарийді балалардың әдебиет деген қызығушылығын керемет артады. Және ол бойынша сіздердің бүгінгі көрген театр көрдіңіз ғой, театр жобасы. Ол осының нәтижесі деп ойлаймын. Міне осы шығармалар арқылы сіздер ойлап аларыңыз біріншіден біздің оқу мақсаттарымыз мысалы тура және автор бейнесін ашу осы сценарийді шығару. Одан кейін жаңағы осы шығарманың ішінде жаңағы бір топқа бермеді, креативті жазу деген бар, білесіздер ме оқу мақсатында? Яғни креатив жазу жаңағы біздің фанфик бар. Ал фанфик деген не? Жаңа айтты осы жерде. Ал енді бітіп айтқан технологиясының ішінде осы тәсілдерде бар, егер мен автор болсам деген егер мен автор болсам. Сонда мен еле ойлады, осыны оқып шыққанда мына технологияны бірінші бітіп айтып жазған ба деп ойлап қалдым. Содан мақтанып отырмын, мына бірінші біздің қазақтың бітіп айтып жазған. Содан не бар балалар алға деген ойлайды. Сонда мына фанфикацияны жаңағы мен айтқаным бар. Сіздер байқадыңыздар ма қандай өзгеріс бар екенін? Өзгеріс бар екенін байқадыңыздар ма? Мүлдем өзгеріп кеткен, анда өзгеріп кеткен. Оқиғалар ауысқан. Фанфик кімде болды? Фанфик. Мүлдем өзгеріп кеткен, шығарма. Сізде де болды. Өзгеріп кеткен. Сонда осы фанфикті, құрметті әріптестер, осы өзгертуде, осы технологияны бітібайға технологияны өзгертуде мынандай екен. Фанфик дегеніміз бірінші кроссовер деп аталады екен. Яғни ол ішіндегі диалогтарды өзгертіп береді екен. Екі адамның сөйлесуінде. Одан кейін тағы да біреу бар екен, марғайлық дейді, яғни жағымды кейіпкерді, жағымсыз кейіпкерді жібереді. Одан кейін тағы да біреу бар, жаңағы өзіміз шығармашылықтың бір кейіпкерді қосып жібереді деген жаңа ішінде. Немесе жағымды кейіпкерді жағымсыз, жағымды жібереді. Міне, ауыстырып сонда егер мен аға фанфиктің өзі 5 түр бар екен. Содан кейін осы фанфикті пайдаланып, осы сценарий құрастыруда жаңағы өте тиімді жолдар екен. Балалар кез келген баланың қазір ғаламтордың құлағын ұстап отырған балаларды әдебиетке әкелу мүмкін емес қой. Ал бірақ менің осым осыған өзім қолым жетті. Балалар деген сценарийді құрастырады. Әуелі бізде мынандай бар. Жаңа айтқанда біздің әдеби қонақжай студиямызға қош келдіңіздер деп. Бізде балалар келесі балалар дейді, ағай әдеби қонақжай қашан болады дейді. Айтам бір шығарманы оқығандар түгел, мазмұнын меңгеріп алды, содан кейін әдеби қонақжай болады. Сонда олар ана жерде кейіпкер сұрақ қойып айтуға өздері кейіпкер ана қолына микрофон ұстап сөйлегенде өте қазақ балалар мақтан сөйлейді. Міне автор орнында бір адам ғой, шығарма бойынша. Ал ана жерде кейіпкер өзгереді, мен естиміз ғой. Неғып үйленбедің деп жаңа сұрақ қойды, сіздер естідіңіздер ме? 50 жасқа келгенше неғып үйленбедіңіз деп сұрақ қойды, сөйтіп еді. Ой, менің заманым өтіп кеткен екен, мен жаңағы күйеуге қызданған ба деген сияқты жауап беріп байқадыңыздар ма? Естімеді ғой біздер. Жақсы. Енді ары қарай осы жөнінде жаңа жұмыс жасаңыздар бола ма екен? Сценарий құрастыруға бола ма екен? Тамаша. Енді бұл технологияны, бұл бітірайым технологияны жұмыс жасаңыздар өте жақсы, тамаша. Балалар деген әдебиеттің тура ортасында тұрады. Ал келесі, енді сіздерге мен мынандай тапсырма берген тұрмын. 7-ші класста нарықтың заманы өтуге тамаша балалар мәнерлеп тұрып жаттап берді. Енді осы нарықтың зауалын сценарий құрастыруға болады ма? Ал көрейік, сіздерге мен беріп жіберейін. Қай топ өте жақсы тез бастырып жіберейік. Әке деді деп басталады дейсіз? Әке деді.
Ана сіз өбейсіңіз болыңыздар ма? Ал жақсы бері қараңыз, мен сізді перспективаны тура бір 45 минут сабаққа деп отырмын. Ал енді кез келген шығармаға сценарий жазуға болады екен. Ал кім үлгісін көрсетеді? Қазір ғана несінің 2-ақ минутта болған жоқ. Біреуіміз әке, біреуіміз баланы ойнап жүрсек. Сізге береміз оймен сөзді. Сізге береміз оймен. Ал біреуіміз әке, біреуіміз бала әке. Мұхтар Шахановтың үйінде Әке жүріштерің маған ылғи өтпеді. Күйеуштерің мал болмайсың деп мені. Сол сөзіңді сірә қайтып аласың ау шамасы. Артышулы Баймағамбет Сұлтанның маған берген сыйлығына қарашы. Төрде отырған әке бар. Иә, сөйле. Қандай ерлік көрсеттің? 2 ай бойы қайда жұмыс еттің? Топпастан 4 адам Махамбеттің жақыны ықыласты үгіттеп мақтап қағбардыға қосып алды ортаға. Бұл түгелдей мына ұлының ақылы. Ертеңдіктер алдатып бақсы десіп алды. Әкесі болайыншы, мен баласы болайыншы деп алдаға шығарады. Ханипа Бітібаеваның осы технологиялар сабақта бір технология, бірнеше технология пайдалануда, кейінгі пайдалансаңдар, балаларымыздың білімі жоғары түседі деп ойлаймын. Ал олай болса, бүгін жаңағы Бітібаеваның әдеби қонақжайына келдіңіздер ғой. Яғни біздің қонақжай, әдеби қонақжайына сіздер қонаққа келдіңіздер. Яғни мен сіздер қонақтарсыздар, мен кезбе тілші болайын. Кері байланыс алайық деп ойлаймын. Жақсы. Олай болса кері байланыс бастамас бұрын барлықтарыңыздан сұрау бізге мүмкін емес, бізге уақыт шектеулі, маған мына көшпелен сөйлеуге, аты көп сөйлеу. Мынау сіздерді біздің мектепке келетін хат адресі бар, жанына сіздер білесіздер, мекен-жайларыңыз аттары жүрін, мынаған кері байланыс жаза берсеңіздер. Және енді сіздерге таратқанша тақта қарап жүрсіңіз, яғни мен кезбе тілшімін, маған осы мектебінен келдім сіздерге, бұл мектепте істемеймін, мен сондықтан ақырып жүріңіздер. Әдеби қонақжай қонақтармен кезбе жазып сұхбат. Сіздерге 5 тақырыпқа береді. Осы сұхбатта қазір маған кім береді кім қараса, сол адамға сұрақ қоймаңыз. Ал тақтадағы сұрақтарды көрмеңіз, анағына жазып алыңыздар. Ханипа Бітібаеваның оқыту технологияларын өз сабағыңызда қолданудың себебін атаңыз. Екінші, шеберлік сынып несімен ұнады? Проблема оқыту технологиясы арқылы оқушыларға неге үйренеді? Шеберлік сыныптарының шығармашылық лабораторияда құнды ақпарат алдыңыз ба? Сіздің білім тәжірибеңіз біз үшін маңызды, ұсыныс айтасыз. Міне осы 5 сұрақ арқылы сіз бүгінгі біздің қыздардың шеберлік сыныбын кері байланыстырасыз. Ал мен онда қазір кім мен бетімді қарап күледі сол. Сіз қарап қойдыңыз, микрофон сізде. Я мен өте құнды қоржыным толы ақпарат алдым. Керемет. Рахмет сізге. Келесі. Маған бересіңіз микрофонды. Ал енді маған кім бересің микрофонды. Тұра беріңіз, көзіңіз жетсе айта беріңіз. Шеберлік сынып несімен алып дейді, осы сұраққа жауап берейін. Бүгін осы шеберлік мысалы жаңа әдістер, жаңағы фанник деген сіздің әдістеріңіз одан кейін жаңағы кез келген шараға сәтті сценарий болу арқылы осы балаларды жаңағы шығарма қызықтыру арқылы осы өндірістік машиналар Келесі, кім десем маған қабаттарыңыз түймеңіздер. Соны кім қолданудың келесі себебі оқушылардың шығармашылық қабілеттері, ойланған өзге дағдылық арттыру үшін қолданатын ерлік түсіріпті. Шеберлік сынып несімен ұнады? Шеберлік сынып бізде тек қана
жолын тәжірибеде қолданатынбыз. Соны сізге ұнады. Бұл басқа сұрақтарға жауап береді. Рахмет сізге көп атистикалық. Ал сіздерден маңызды бөлігі бар атыңыз сізге ай сайын бізге әр сынып өздері осындай бір сценарийді құрастырып сахнаға көрдіңіздер, иә? Тіпті жолдауға да қойған кезіміз болған тапсырма беріп. Сондықтан осы драмалық шығармаларды оқытуда бізге осы бір технологиясы сабақта пайдаланып, жүйелі түрде баланың білімін әрқайсысына ықпалды. Ықпал етуіміз керек. Ал шуға дәрежесі болсаңыздар мен жиналайын. Келесі Алия Мұхамеджан көреміз. Құрметті әріптестер, бір сәтке жер назар аударыңыздар, қолдарыңызға яғни біз мектепте осы бір әдісті үнемі қолданамыз. Оқушы мысалы бір сабақта 3-4 оқушы жоба болған келгенде біз өздеріміз программада талай жұмыс жасаймыз. Сол оқушыларға мен мынандай бір лайфхак ретінде сіздерге айтайын, мынандай бір қалалық купондар таратамын. Бұл купон кейбір оқушыға мысалы оқудың әрбір үй тапсырмасын орындауға құқығы беріледі. Бұны оқушы ойлайды, мен енді бүгін жұмыс жасадым, 3 күнге мысалы деген мерзімді жазып қоямын. 8 мамырға дейін, 10 мамырға дейін мерзімді жазып қоямын. Ол мерзім аралығында жаңағы оқушы үй тапсырмасын орындамайды. Бірақ ол мына жерде бір қулық бар, бала ойлайды, мен шариғат маған тапсырмаушы маған 10 күн демаламын деп. Ол бала 10 күн емес, ол алдында жоба қорғау арқылы, мына жоба жасағанда, ол бала күні-түні еңбек етті. Сонда мына балаға бір жағы стимул болады өзіне. Бір жағы, мысалы бір сыныпта 4 оқушыны артып бермеймін мына купонды. Осы купон оларға кәдімгідей қазақ әдебиетіне деген қызығушылықтар оятып, мен сабағымда асыға күтеді. Бір жағы қарасаңыздар, астар да бар. Бір жағы керемет жұмыс істеген 4 оқушыға аптасына бір рет беріледі, әр жұмада ғана береді. Бір аптаға береді. Иә, қосымша баға болса, мысалы көрсетілген мерзім 3 күн көрсе, 3 күн бойы 10 балдан қойып отырамын. Бірақ ол бала жаңағы жоба қорғап үлкен фантик сияқты жұмыстар жасаған бала, ол әрине ол бала еңбектенді, ол біраз ері кетті ол бала. Сонда қасиетті жұмада Алияпайдан ісіңіз бар деген осылай таратам әр жұмада. Кейбір балалар жұмада сабаққа келмей қоятын балалар осы үшін келіп, бүкіл сынып келіп күтіп отырып осы купонды жасайды. Сонда қарасаңыздар, жұмыс істемейтін бала бір сыныпта қалмайды. Рахмет, құрметті әріптестер. Рахмет. Келесі